Қазақ халқының жері, тарихы бай болып қана қоймай, тарихта аты өшпес тұлғаларымыз көп. Осындай керемет мемлекетімізден қаншама тұлғалар шығып, қазақтарды жақсы жаққа тәрбиелегенін білеміз. Олар Абай Құнанбаев, Мұхтар Әуезов, Сәкен Сейфуллин, Бауыржан Момышұлы, тағы да көптеген ұлы тұлғалар бар. Бірақ мен осы бейнефильмімді ұлы ақын Абай атамыздың 175 жылдығына арнай отырып, оған арнап жасалынған қоғамдық орындардың тарихын айтып кеткім келеді. Алматы қаласында Абай атамызға арнай отырып жасалынған ескерткіш, театр, университет, метро, мектеп және көшелер бар. Ең алдымен Абай атындағы театрға тоқталып кетейік. Алматы қаласында 1933 жылы 50 актер мен 30 музыканттан құралған музыкальный студия ашылған екен. Одан кейін 1934 жылы студияда алғашқы көрсетілімдер көрсетіліп, театрға Абай атын береді. Кейін 2000 жылдарға қарай театрда реконструкция болады, бірақ реконструкция болса да театр өзінің архитектурный стилін жоғалтқан емес. Театрдың келесі бізде енді ескерткіш. 1964 жылы Абай көшесінде Абай ескерткіші қаланады. Жалпы биіктігі 13 метр, мүсін қоладан құйылған, тұғыр трапеция тәрізді қызыл граниттен жасалған. Ескерткіште Абайдың бейнесі қозғалыста. Сол қолында кітап, ал оң жағында иығына лақтырылған шапан. Ал түрі болса ойшыл, философиялық көңіл күйде көрінеді. Сонымен қатар сіздер видеода көріп отырғандарыңыздай, Алматы қаласында Абай атындағы университет және метро станциясы бар. Міне қорытындылай келетін болсақ, біздің Алматы қаласымыздан менің туып өскен жерімде Абай атамызға арнап жасалған бірнеше көп деген әлеуметтік жерлер бар. Махатма Ганди атындағы лицейдің 9-шы